это самая большая. О, Что такое махаббат? Hello. Бүгін сенбі, уже кеш батып қалды. И мен бүгін үй жинап, кітаптарымды оқып, Фатиманы оқып бітірдім. Мен негізі діни кітаптарға қатты өйтіп баға беріп, олар туралы обсуждать етемін деп айтқан, обсуждать етпеймін деп айтқан едім. Вообще білмеймін, қатты ұнамады шынымды айтсам. Андай, просто тілдері прям ертегі болып кеткен да, и андай кішкене сенімсіз оқисың, андай күмәнмен точно сондай болған ба деген сияқты. Білмеймін, қаншақты дұрыс емес екенше. Бір слишком әдеби, андай көркем түрде жазғанда, прям типа сол Фатима анамыздың андай сол бір кейбір моменттерде андай сезімдерін описать етіп ше, и мен типа оқып отырып андай да. Қойшы, до того қайдан біледі екен прям сондай сезінгенін деген сияқты. Как будто андай өздері қосып просто айта салған сияқты да, чисто для этот көркем әдебиет үшін ше. Солай көп андай нелерді қосып өтірік жаза салған сияқты ощущение қалдырды. Бірақ енді мен білмеймін ғой, шын өтірігін қайдан, может. Енді баяғыдан сираны да біраз оқыдық, кішкене әңгімелерді тыңдап жүргеннен кейін, былай Фатима анамыздың қандай екенін, кім екенін, қандай бұл Фатима анамызбен қандай оқиғалар байланысты екенін примерно білемін да, сол үшін прям новый нәрсе үйрендім деп айта алмаймын. А так жаңағыдай жазылған тілі кішкене білмеймін. Білмеймін просто. Критиковать еткен дұрыс па, дұрыс емес па ол нәрсені. Может, сол нәрсе дұрыс шығар. Может, наоборот, солай жазылғаны дұрыс болды ма екен біреулерге. Егер олай сөзді толтырмаса, мына кітап бұндай емес, бір 2 ақ бет болатын бет деген сияқты. Сол үшін де толтыратын шығар сондай сөздермен, білмеймін ғой. Ладно. Сосын мен қазір оқып жүрген Джон Стейнбек «Восток от Эдема». Прям вау кітап екен. Барлықтарыңызға шынымен оқуды советую. Хайпты оправдала шынымен. Көп адамнан естідім да, прям необычный, күшті история, күшті кітап деп ше. И прям до конца бітірмедім әлі, но әлі мына жерге дейін мені бір моменті не разочаровала. Джон Стейнбек деген кісі өзі 1968 жылдары өмір сүрген екен да. Білмеймін, прям қазірге дейін актуальный нелер ғой, мына жақта адамның психологиясы бар ғой. Прям сондай нәрсе. А так сол мен қазір Қаскелеңде күшті өмір сүріп жүрмін. Білмеймін, маған ұнап жүр. Үйде тұрған. Енді қалаға аптасына 2 рет барғанның өзі маған қатты қиындық тудырып жүрген жоқ, шынымды айтсам. Ана квартирада бір ситуация болып қалды да, бір не в тему. Сол үшін мен кеттім да, негізі ол квартирадан ше. Сосын ойлаймын ғой, негізі ол ситуация мен Қаскелеңде тұруым үшін болған ғой деп. Ол ситуация болмағанда мен сол жақта жүре беретін едім. И ақшаны да біраз экономдап қалдым. Сол үшін қайырлысы бәрін. Қуаныштымын. However, I hear the best ones aren't around. But if you try, you know the dead ones don't back down. You shiver at midnight from the creaking sound of the cradle where your mother once laid you down. River, so the earth remains, but what remains is claimed by your boy. If I could have known you in time,
maybe you'd be alright. Менің алдыңғы видеомда бір-екі қыздар жазған еді комментарияға. Өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз, мамандығыңыз жайлы, фронт-энд разработчик болып жұмыс істеу қалай, жұмыс табу қиын ба деген сияқты сұрақтар. Мен негізі өзім Жамбыл облысы Жуалы ауданында туып өскем. Бурное деген жер. Ол бір ауылда. Ол ауылдың да центрі бар, шеті бар деген сияқты. Ауылдың да ауылы бар. Сол ауылдың ауылында өскемін ғой. Номер 13-ші Гайдар атындағы орта мектепте оқығам 10 жыл. Сосын соңғы 1 жылда Алматыға келіп, Зерде деген жатақхана болатын. ОБТ-ға дайындайтын курс сияқты, сол жақта жатып оқисың. Сол мен мектеп кәдімгі қарапайым, білім жағынан прям бір күшті деп айта алмаймын. Бастауышта оқыған болсаң, кішкене бір-екі рет өзің жақсы оқитыныңды дәлелдеген болсаң, болды сен 11-ші класс бітірем дегенше явно писал жүретін. То есть мектебінің прям мұғалімдері емес болды деп айта алмаймын. Вообще просто сол кездегі система сондай бір не болған сияқты, білмеймін. Бізде бүйтіп қатты сабақ оқитындай болмадық, шынымды айтсам. 9-ші класста қызыл диплом алғам, сосын алтын белгіге үміткер болып 11-ші класста Алматыға келмеймін ба? Келсем тоже алтын белгіге үміткер басқа тағы бір қыз бар екен да. Ол қызбен енді өзім салыстыра алмаймын да. Андай алтын белгі десе алтын белгі, ол география десе географияны да біледі, химия десе химияны да біледі, биологияны да біледі, қазақ тілі әдебиетті де қатырады. То есть барлық жағынан кәдімгідей білімі бар қыз дедім да. Мен деген вообще ғой, ол білмеймін, мен дым білмейтінімді түсіндім сол кезде. Только математика мен ағылшыннан ғана кішкене жақсы едім, болды, қалған сабақтарда 0. Вообще білім жоқ. Солай уверенность уже түсіп кеткен. То есть мен негізі кішкентайымнан мен ақылдысың, енді үйреніп қалғам ғой, андай менен ақылды ешкім жоқ деген сияқты қасымда. Сондай нәрселерді көріп, мына жаққа келіп қаланың қыздарын көргеннен кейін кәдімгідей түсіп қалдым. Солай ОБТ-дан да қатты жоғары балл алмадым. Мен де бірақ ИЗУ-ға түспесем болмайды деген нәрсе болатын. ИЗУ деген университет, Сулейман Демирел атындағы университет, Қаскелеңдегі. Именно осы универде оқымасам, қалғанда оқығым келмеді. Сөйтіп, уже менің алған балым ОБТ-дан ол неге жетпей, грантқа явно жетпейтін еді ИЗУ-ға. Ойладым, 1 жыл қайтадан оқимын да, тапсырам деп ше. Сөйтіп, грантқа иншаллах түсетін шығармын деп университетке. Солай уже шешіп қойдым. Сосын так получилось, енді шүкір Аллахтың қалауымен. Сол кезде именно біздің жылымызда бір программа ашылған екен. Мұғалімдерге спонсорство сияқты. Именно педагогика мамандықтарына типа частный грант сияқты бөлінген. Сөйтіп мен сол грантқа ілігіп, ИЗУ-ға түстім әйтеуір. Математика педагогикаға. ИЗУ-ға не үшін қатты түскім келді? Себебі ол жақтың чисто атмосферасы үшін плюс би үшін. Айтсам күледі бәрі. Би болғанда ол жақта андай жаңа не ғой, енді корпус салынған ол кезде, плюс мен әпкем тоже неде ИЗУ-да оқыған едім. Видеолар андай ИЗУ-дың концерттерін көрем, видеоларын көрсетеді. Ол жақта прям күшті бишілер көп, плюс жаңағыдай залы бар, практиковаться етуге. Сол адамдарды, сондай бишілерін қарап, прям маған қатты ұнайды да байыптары. Мен өзім кішкентайымнан қатты биге қызығатын адаммын. Компьютерде болған клиптар, сондайлар болғанса болды, соларды қайталап билеп жүретін адам едім. Бірақ өзімді бір биші болам деп армандамайтынмын, но в то же время хобби ретінде деймін ба, биді қатты жақсы көрем. Қазірдің өзінде негізі жақсы көрем. Енді өзім үшін просто үйде билесем де, андай айтады енді исламда ойбай билеуге болмайды деген нәрселерді пока что мен қабылдай алмаймын. Пока что. Вдруг ертең может білімін жетсе, кішкене ол нәрселерді осознанно может түсіну мүмкін. Сөйтіп универде чисто би үшін түскен адам енді не істейді? Явно сондай ортаны іздейді ғой. Ол ортаны қарасам, бәрі орысша сөйлейді, сондай қаланың сондай адамдары да. Мен өзім қарапайым, в общем, ауылдың тым білмейтін, то есть орысша сөйлей алмайтын сондай болғаннан кейін ол ортаға кіру білмеймін, бір маған ондай болып көрінетін, невозможно болып көрінетін сол кезде. Бірақ так получилось, бір кезде қарасам, осылармен дос болсам екен деп
армандаған адамдардың қасында билеп жүрмін, прям базар жоқ. Но конечно ол ортаға прям сіңісіп кете алмадым, все-таки олардың вообще атмосферасы басқа. Менің жүрген өскен ортам вообще басқа еді да. Сол үшін ол жақтан уже примерно 1-2 курс ғана типа қатысып жүрдім, и то андай үндемей, ешкіммен сөйлеспей, билеймін қайтам деген сияқты. Солай университетті сөйтіп бітіріп мұғалім болдым. Грант берген адамдардың несі бойынша, негізі олар шарты бойынша олар жіберген жаққа мен баруым керек та, мұғалім болып. Сөйтіп олар мені Таразға жіберді, достыққа. Білесіздер ма, білмейсіздер ма, ұбт-ға, ктл-ға, нешқа дайындайтын курс. Сол жаққа мен математик мұғалім болып бардым. Сөйтіп сол жақта 2 жыл жұмыс істедім. Не үшін ол жақтан кеттім десеңіздер, мен негізі оқушыларды жақсы көретінмін. Оқушылармен араласқан ұнайтын, оларға бірдеңе үйреткен негізі ұнады да. Бірақ в основном былай қарап тұрсаң, конфликт кішкене басшылықпен, сондай немен болған сияқты. Плюс мұғалімдік деген білмеймін қазір қандай. Шынымен от души бір махаббатпен бару керек сияқты да. Өте бір қиын, ответственность көп мамандық қой. Мен жұмыс істеген жерде анандай болды да, кім жаман, мұғалім жаман деген сияқты ше. Сәл бірдеңе болса болды, мұғалімдерден қате, әр жиналыс сайын әйтеуір что-то не то, әр жиналыс сайын ұрыс естиміз, всегда әйтеуір давка, всегда мені еще мен түріме қарайды да, типа өлімсіреп қалған сияқты болып көрінемін да. Не доверяет, короче, соларды прям сезетін. Андай өзім свободаны қатты жақсы көретін, типа творчествоға қызығатын адам болғаннан кейін ол ортада шынымды айтсам шыдай алмадым. Уже білдім, мен өмірім соңына дейін бүйтіп жүргім келмейді деп ше, ондай жерде. Сөйтіп жұмыстан шықтым, солай Алматыға келдім үйге. Үйті мен ол кезде ойлағам, типа бизнес бастаймын деп ше, енді бәрібір мен свободаны аңсап келген адам болғаннан кейін қайтадан ондай жұмысқа тұрғым келмеді, явно басқа жұмысқа. Сол үшін ойладым, мен самый свободаны беретін нәрсе ол бизнес қой, енді өзіңе өздік бастық болады. Типа кішкене ақша жинап, солай бренд ашқым келді. То есть менің мамам негізі тігінші да. Ол да бұрында мұғалім болған, бірақ тоже мамандығын ауыстырып тігінші болып істейді қазір. Өзінің ательесі бар. И мамаммен бірге киімдер тігеміз да, сөйтіп мен оны сатамын, сөйтіп бренд ашамын деп. Бәрін кішкенеден бастап көру деген нәрсе жоқ қой менде ол кезде. Бірінші рет бастап жатқаннан кейін қайдан білейін. В общем, этикеткалар 100 штуктап, стикерлар, не дейді, бизнес әлі басталмай жатып, андай нелерді, визитная карточка, в общем, бәрін істеп тастағанмын да, киімнің мынандай артына жабыстыратын нелері бар ғой. Сондай, короче, сондайға істетіп бәрін, ол киімдерді де прям көп неден тіктіртіп, солай бастадым. Инстаграмда типа жүргізіп, сосын бір кезде ешқандай киім өтпейді, ешкім алмайды. Тоже уже желание де, мотивация да өшіп қалған ски, ақша да бітті. Сонымен қойды, жұмыс табу керек болды. Сосын енді ол кезде басқа жұмыс не, мұғалімдікте басқа уже вариант көрмедім, если честно. Коронавирус болып ауырып, тура сол моментте атамыз қайтыс болды. Сонымен короче, сол нәрселердің барлығы қиындап кеткен кезде ғой, мен бір жұмысқа кірдім, прям қатты ұнамады ше. 3-ші күні уже бар жатқан кезде мен кәдімгідей ауырып қалдым жолда. Жағдайым нашарлап кетті, резко жүрегім айнып, прям басым айналып. Сөйтіп мен бастыққа жазғам ғой, вот мен ауырып келе жатырмын. Офисқа барған кезде офис жабық болды да, әлі келмеген ғой, короче, мен ертерек барғам. Сосын қасындағы бір зданиеде отыра тұрдым да, сөйтіп бастыққа жаздым, вот мен ауырып тұрмын, қазір сабақ бастай алмайтын сияқтымын деп ше. Сөйтсем жаңағы кісі ештеңе демей қайта бүйтіп жазып жіберген ғой, сабақ басталуына 5 минут қалды деп. А мен оған жағдайымды айтып тұрмын да, короче, мен ауырып тұрмын, мен қазір вообще бара алмай тұрмын, тұра алмай тұрмын деп. Сосын вообще жыным ұстап кетті. Может, менікі дұрыс емес болған шығар. Неответственно болды деп ойлаймын, енді мен жақтан да енді ол бастықтарға енді дұрыс қой, сабақ 5 минут қалғанда мұғалім келмейді деген нәрсе оларға дұрыс емес да. Но в то же время жағдайға кішкене қарау керек еді деген сияқты нәрсе де болды да. Маған уже андай оның несі позициясы ұнамады, типа мені бірінші қал жағдайымды сұрау керек еді, как жұмыскері ретінде. Сосын барып ары қарай шешу керек еді, попросить ету керек еді. Хорошо, кішкене күте тұрайық, сосын бастаймыз деген сияқты нәрселерді айтқанда мен спокойно барып бастап кететін бедім деген сияқты. А ол жаңағыдай қылғаннан кейін мен вообще жыным ұстап та, мен все уже не хочу, бұлармен жұмыс істегім келмейді деп кетіп қалдым. Сосын енді келгеннен кейін енді не істеймін деп кәдімгідей қатты бір
депрессняк болдым дейсің ба? Депрессняк болғанда уже шынымен не істерімді білмедім. Мұғалім болғым келмейді точно. Типа сатушы, жаңағыдай официантка деген нәрселерді тоже істегім келмейді. Өйткені мен өмірімде ондай істеп көрмегенмін да. Баяғыда сондай бір не бар, мен типа әлсіз болғаннан кейін андай ондай нәрселер қолымнан келмейтін сияқты. Типа олар слишком пысық адамдарға арналған, адамдармен сөйлесіп қалған, сондай қыздарға арналған жұмыс сияқты көрінгеннен кейін мен уже ол нәрселерді реально бүйтіп сызып ғой, тоже ол варианттарды. Сонымен енді кім болам деп отырған кезде мен ағам айтады, программист болып көрсе деп. Тоже программист негізі сызып едім ол кезде. Не үшін десеңіздер, мен университет оқып жүрген кезімде бір семестр бізде программирование болған, сабақ питон өткенбіз. И мен вообще түсінбеген. Сол сабақты неше ретейк алған едім. Сол үшін менде травма да программированиеге деген. Мен бұрын 11 бітірген кезде типа ойланатын, мұғалім емес, программированиеге түсем. Сосын жаңағы ситуациядан кейін шүкір ме программированиеге түспедім деп жүрген едім ғой. Сосын жаңағыдай ағам айтқаннан кейін что-то не хочу деген сияқты болды негізі ішімде. Енді сол кезде шынымен былай қарап тұрсам, диплом қажет етпейтін, плюс жақсы зарабатывать ететін мамандық сол программированиеден басқа вариант көрмедім. Ладно, давай попробую деп питонды бірінші үйреніп бастадым. Бір-екі есеп шығарып, басында, конечно, не получается, но кішкенеден қолымнан келеді екен деп уверенность болғаннан кейін шештім, что ладно, все, тогда осы программист боламын деп. Жаңа программирование енді зерттеп бастағанда таңдау керек болды, бэкенд либо фронтенд. Код академиядан фронтенд курсын бастадым. Примерно 5 айдан кейін Headhunter'да отклик жасаймын, бәрінде отказ, только бір рет ғана стажерлыққа собеседованиеге шақырды. Ол собеседованиеден тоже провалила. Сөйтіп уже андай болады ғой, бәрібір қанша ой жоқ, енді бастап жатырмын ғой, берілмеу керек деп типа біз айтамыз ғой. Но енді каждый андай отказ сайын кішкене жүрегің ауырып, кәдімгідей нең түсіп қалады ше. Қойшы все, тогда күзге дейін табылды. Табылмаса қайттан мұғалім боламын деп уже сөйтіп шешіп қойғанмын ғой. Сөйтіп жүрген кезінде бір компания өздері звондады маған. Біздің компанияда мұғалім болған, қазір программист адамдар көп, олардың несі более ответственный, бізге ұнайды солармен жұмыс істеген, и сізді сол үшін де таңдап шақырып тұр, резюмеңіз ұнап тұр деп. Мен сөйтіп бардым. Жаңағыдай еще мен орысшам дұрыс емес, олар орысша сөйлейді, енді бәрі орыстар көбісі. Сосын бірінші собеседование чисто андай болды. Не үшін таңдадыңыз, не үшін программист болғыңыз келеді деген сияқты. Сондай сұрақтарға келімше жауап бердім. Если честно, мен технический вопростарға дайын емеспін. Плюс мен өткен курсым ағылшынша, и мен теория ретінде бүйтіп жауап бере алмаймын дәл қазір деп солай айттым. Хорошо деп енді екінші собеседованиеге шақырды. Потом ол кезде уже директордың өзі маған есептер берді. Сосын ол есептердің біреуін шығара алмадым. Сосын ол шығарама еще вообще типа повезло да, маған сондай жақсы адамдар келді. Директор өзі түсіндіріп берді бірінші есепті. Сосын екіншісін соған ұқсас есеп береді. Еще мен ұялмай сосын оны да 10 сағат отырып шешем. Сосын үшіншісін әйтеуір тоже шешем. Біраз ойланып. Мен уже все ойлап отырмын, мен бітті, типа провалила деп ше. Нормально, сізді аламыз деді. Қанша айлық сұрайсыз деді. Сосын мен 100 000 деген ғой. Хорошо деп, сонымен бірінші жұмысыма кірдім 100 000-ға. Бірақ кіргеннен кейінгі ситуация вообще қиын болды. Мен шын айтам, прям қатты Аллахқа шүкір айтам, что реально осы мамандықты таңдаған. Мен сол жақта мұғалімдіктен кеткен себептердің барлығы осы жақта жабылды ғой. Басшылық жақтан да, вообще не жағынан да, өзімнің жұмысым жағынан да. Білмеймін, мен бұрын да сол мұғалім болып жүрген кезде бізде бір сондай бір понятие болатын. Типа сырттың компаниялары, сырттың адамдары, типа мұсылман емес, енді исламға жақын емес адамдар более қу болады, либо арам болады, либо сені пайдаланып кетуі мүмкін деген сияқты понятие болатын. Шынын айтайын, сондай өтірік емес. Сондай понятиемен кішкене сондай нәрселер айтылатын еді. Сол үшін өзіміз ортада жүру керек, сыртқа шықсаң адасып кетуі мүмкін деген сияқты нәрселер болатын еді. Бірақ мына жаққа сыртқа шыққанда прям байқадым, что тым исламға қатысы жоқ болса да адамның ақысын жемейді екен деп ше. Наоборот,
жұмыс уақытында ғана мазалайды, айлығыңды тура уақытында төлейді, тура сол мысалы алып жүрген айлығыңды, анау кейбір компаниялар бар ғой, которые жарты айлығын наличка береді, жарты айлығын не официально береді, потому что налог аз төлеу керек деген сияқты. Именно сол нәрселер, сол качестволарға қарап бозор жоқ, оказывается сыртын адамдарды нормально екен деген сияқты ощущение болды менде. Енді неге қазір YouTube десеңіздер, вроде тыныш қана жұмысымды істеп жүре бермеймін ба деп, негізі сондай ой кейде келіп қалатын еді да. И каждый раз солай ойлаймын да, сөйтіп камераларымның осыған дейін енді бүкіл ютубқа қажетті нәрселердің барлығын сатып алып қойғам ғой. Солардың бәрін қайттан сатайын десем қимаймын ше. Сосын түсіндім, что значит қимай тұрсам мен бәрібір қалап тұрмын осы ютуб канал жүргізуді. Енді конечно мен мақсатым негізі осы каналдан ақша табу. Иншаллах нормально ақша тауып жатсақ жұмысымды тастайтын сияқтымын. Енді блогерство десе, біздің Қазақстанда блогерлар реклама жағынан да, аудитория жағынан да негізі инстаграмнан жинау оңайырақ та. YouTube все-таки Қазақстанда жастардың арасында қатты актуальны емес. Соны біле тұра не үшін YouTube десеңіздер, маған білмеймін, как будто инстаграмда адамдар более токсичный болып көрінеді да. Қай нені ашып қарасам да, мысалы орамал таққан қыз болсын, ол бір пайдалы нәрсе айтқан болсын, бір не болсын, любой бір күшті контент деп ашып қалсам, астында әйтеуір бір хейт табылады ғой. Білмеймін, солай көрінді. Негізі ағылшынша аудиторияда болсын, бүкіл неде әлем бойынша негізі көбісі айтады, Инстаграм все-таки более токсичный да, чем YouTube. Еще екінші себеп бар, ол менің өзімнің байыбыма Инстаграм слишком аз, кішкентай неде мен ойымды жеткізе алмаймын. YouTube'да более осылай ашық, комфортно, без фальша дейма, ешқандай жасандылықсыз, просто өйстіп сөйлеп отырған нәрселерімді салу маған YouTube кәдімгідей ыңғайлырақ сияқты. Мен енді қазір бәрібір қалай қарасам да 100% бүкіл немді, энергиямды неге бергім келеді. Негізі көп контенттер түсіргім келеді. Бәрібір уақытты алмайды емес. Мен ойлайтын құр сөйлеп, кесіп салады ғой деген сияқты. Жоқ, оказывается, бұлдай сөйлеу несі форматын редактировать ету вообще қиын екен. Сол үшін де мен енді қазір бәрібір жұмыспен қатар алып жүргеннен кейін өзім ойлағандай көп уақытты бөле алмай жүрмін ютубқа. Сол үшін маған подписаться еткен көрермендерім ренжімеңіздерші, осылай хотя бы 2 аптада бір енді қалдырмай салуға тырысып жүрмін. Но тастамаймын. YouTube тастамаймын, соңына дейін жеткіземін деп ойлаймын өзім. Қазір әйтпесе мен қазір егерде тастап кетсем, точно потом өкінетінімді білемін да. Сол үшін до конца жеткізу керек. Мен туралы басқа қандай факт десеңіздер, мен кәрістерді кішкентайымнан жақсы көремін, әлі күнге дейін жақсы көремін. Кей-поп тыңдаймын, дорама көремін. Қазір көріп жүрген самый любимый сериал ол Красные бутоны. Негізі мен турецкий сериал вообще ұнатпайтын бұрын. Вообще көрмегенмін да. Бұрын телевизордан Бериван дегендерді ғана көрген болмасам, а так вообще өзім бүйтіп іздеп турецкий сериал көрмеген. Бірақ Красные бутоны базар жоқ сериал ғой. Бәрі андай не ғой, хейтеді ғой енді вот пропаганда анау-мынау деп ше. Олардың ішінде мейлі пропаганда болсын болмасын, егер сіз сол нәрселерге алданып жатсаңыз, значит у вас проблема не у них деген сияқты. Олар өздерін барынша айтқысы келген нәрселерін айтып жеткізуге тырысып жатыр. И сіз ары қарай өзіңіз шешесіз. Олардың несі, құндылықтары сізге сәйкес келе ма, қабылдаңыз, келмей ма, goodbye етіңіз и все. Ондай сериалдар болмау керек деген нәрсеге мен келіспеймін. Наоборот, исламға қатысты кинолардан самый прям күшті түсірген деп ойлаймын өз басым. Сізде егерде осылай YouTube бастағыңыз келіп, либо бір мамандығыңызды ауыстырғыңыз келіп жүрген болса, онда сол кісілерге арнап түсіргім келді. Негізі бұл видеоны менде прям бір ерекшеленіп тұрған ештеңе жоқ. Қарапайым адаммын, қарапайым отбасыдан, прям бір күшті білімдімін деп те айта алмаймын деген сияқты да. Но менің қолымнан кеп тұрма, значит, сіздердің де қолдарыңыздан точно келеді деген сияқты нәрсеге айтқым келді. Сол, ладно, давайте, осымен видео бітеді.